Апа, не оқып отырсыз? Кел қызым, мен мына бұрынғы оқыған кітаптарымды қайталап оқып отырмын. Кейбір кітаптар болады, оқыған сайын қайталап оқи бергім келеді. Мынау Бауыржан Момышұлы бабалы аталарыңды білесің бе? Иә, ол қазақтың қаһарман батыры ғой. Сол батыр атаң туралы оның жары Жәмила Егенбердиеваның жазған есте кітабы. Бұнда Бауыржан Момышұлы аталарының өмірі жайлы, елмен қарым-қатынасы жайлы бәрі жазылған. Бұдан жастардың да үлкеннің де алатын тәлімі өнегесі мол. Бұны оқысаң өкінбейсің. Өзің оқып көрші, қызығып қайта-қайта оқи бересің сонымен. Мен саған Бауыржан Момышұлының өзі туралы мінездемесін оқып берейін, өзі жазған. Мен бір жан, өмірімнің өзі дастан, ыстық суық бұламнан көзін ашқан, көктемдей құбылмалы мінезім бар, мейлің күл, мейлің илан, мейлің жасқан. Өзі туралы өзіне мінездеме беріп отыр. Бұны өзің оқып көргенде түсінесің бәрін. Жастарға да, үлкенге де көп өнеге үлгі алуына болады. Батырдың өткен өмірі бәрі жайлы осы кітаптан оқуға болады. Иә, расында да Бауыржан атамыз туралы маған көп мағлұмат білген, ол маған артықшылық етпейді. Иә. Сондықтан бос уақытымда оқуға тырысамын. Ал бауырларым, мен сендерге оқып жатқан кітабынан бір үзінді оқып бергім келіп отыр. Қанат ұшсаққа таяды. Досыммен бірге табиғат аясында серуендеп жүргенбіз. Менің досым өзгеге жақсылық жасауға дайын, елгезек, кішіпейіл, мейірімді жан. Жолда келе жатып, қуыршағын тесіп шығуға талпынып жатқан көбелекті көрдік. Досым еш ойланбастан болмашы тесіктен тырбандап шыға алмай жатқан көбелекке көмектесіп, қуыршақты жыртқанда көбелек сыртқа оп-оңай шығып кетті. Шығуын шыққанмен көбелек алға қарай бір-екі ұмсынып ұша алмай қалды. Мейірімді досым көбелек қанаттарының қуыршақты тесіп шығуға талпынысы арқылы күшейіп қуаттанатын, сол әрекеттің нәтижесінде ұшуды үйренетінін білмегендіктен көбелекке зиянын тигізіп алды. Қанат ұшсаққа таяды деген қарапайым қағиданы басшылыққа алмады. Ол көбелек қалықтап ұшудың не екенін сол күйі білген жоқ. Біз бұдан түсінетініміз, көбелек өзінің қуыршығынан шығу арқылы қанаттарын қатайтатын болса, біз де алдымызда келген өмірлік қиындықтардан өту арқылы шыңдаламыз.